Құрметті тыңдармандар, қазіргі кезде ел ішінде ұйқы безінің қабынуы және оның салдарынан қант диабеті ауруының пайда болуы сынды келеңсіз жағдайлар көп байқала бастады. Ендеше ежелгі қазақ медицинасы адамның ұйқы безі қабынғанда қандай ем-шара қолданған? Төмендегі кеңеске құлақ түрсеңіз сол сауалдың жауабын ала аласыздар. Ұйқы без қабынғанда ащы ермен, түймедақ гүлі ұнтағынан бір ас қасықтан алып, жарты литр қайнаған суға салып, шай етіп демдейді. Күніне 30 граммнан 4 рет 10 күн ішу керек. 10 күн демалып емдеуді қайта жалғастырады. Екінші рецепт бойынша бұрыш, жалбыз шөптерінен 100 граммнан алып ұнтақтап, 2 литр қайнаған суға салып, 50 грамм бал қосып 1 сағаттай қайнатады да, бір күн сақтап қойып. Ас ішіп болғасын жарты сағаттан кейін 30 граммнан күніне 3 рет 10 күн ішіп арасында 1-7 үзіліс жасайды. Содан соң емдеуді қайта жалғастырады. Осылайша емделу мерзімі 3 ай жалғасса өнімі өте жақсы болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының фейжі докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы. Қазақстан Ресей медициналық университетінің неврология кафедрасының аға оқытушысы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қазақ медицинасына тән пайдалы кеңестер. Құрметті тыңдармандар, біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды деректер мен пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын.